Категориялар білудің рауажлану басқычлары һәм формалары сыпатында. Һәр қилы білу усуллары арасында ілімнің фундаменталлық түсініклері көрнеклі орынды иелейді. Олар ілімнің логикалық түбірін құрап, бұл түбірдің дөңгелегінде ілімнің түсініклері, низамлары һәм принциптері жәмленеді. Іліми білуде һәр қилы дәрежедегі ұлымалыққа ие фундаменталлық түсініклер қолданылады. Оларға қолданылу тарауы шекленген арнаулы ілімдердің предметі сыпатында алып қаралатуған жеке іліми категориялар, мысалы, жинаят, айып жинаят құқығына һәм басқалар. Ұлыма іліми категориялар, симметрия, асимметрия, информация кіреді. Олар көптеген ілімдер тарапынан қолданылады. Білудің рауажлану барысында адам өзін қоршаған хақиқатлықтың жаңа қасиетлерін һәм байланысларын ашады. Құбылыстар дүниясының тикарына кіреді һәм сәйкес түсініктердің жәрдемінде барлық материалдық дөретпелерге, сыртқы дүнияның һәм құбылыстарына тиесілі ең ұлымалыққа ие болған қасиетлерді һәм байланысларды бөліп көрсетіп сөйлелендіреді. Бұндай қасиетлер һәм байланыслар ретінде харекет, кеңістік, уақыт, себеплілік, низамлылық, зәрүрлілік, тосыннанылық, қарама-қарсылық һәм басқалар алып қаралады. Бұл ең ұлымалық қасиетлер һәм байланыслар материалдық дөретпелердің сыпатламасы. Болмыстың ұлыма формалары болып, ал бұл қасиет һәм байланысларды сөйлелендіруші һәм субъекттің дөретушілік іскерлік процесінде өз көрінісін табушы түсініклер философиялық категориялар. Категория грекше сөз болып баянлама деген мағынада деп аталады. Солай етіп, философиялық категориялар адамның ойлау іскерлігінің ең ұлымалық формаларын, хақиқатлықтың барлық құбылыстарына тиесілі қасиетлер һәм байланысларды сөйлелендіруші идеалдық образларды аңлатады. Олардың жәрдемінде іліми зерттеу һәм хақиқатлықты әмели өзгерту процесі барысында адамдар тарапынан өндіріледі. Анық материал түсініліп, объекттің ең айрықша сыпатламасы болып көрсетіледі. Мысалы үшін, объектті сапа һәм сан жақтан анализдей отырып, сіздер оның сапалық һәм санлық сыпатламасын һәм белгілі жағдайларда олар арасындағы өзара байланысты анықтаймыз. Жеке ілімдер философиялық категорияларға тикарланады. Олардың жәрдемінде құбылыстардың тикарына кіреді. Олардың себеплерін, рауажлану низамларын анықтайды. Философиялық категориялар жеке ілімдерге теориялық ұлымаластырулар іздеуге жәрдем береді, зерттеу перспективаларын анықтайды. Философияның категориялары оның көп әсірлік тарихы дауамында іздеп шығылған, олардың саны өзгерген, мазмұны конкретлестірілген, һәр қилы системалар берілген. Бірақ бұл айырмашылықтардың болуына қарамастан, олар барлық уақытлары дүнияның ұлыма көрінісін дөретуші рационалдық білу формалары сыпатында алып қаралған. Гегельге шекемгі философияда категориялар бір-бірі менен байланыссыз түсіндірілген. Гегель бірінші рет өзінің категориялар системасының тикарына диалектикалық принциплерді қояды. Ол категорияларды харекетте, рауажлануда, бір-біріне өту жағдайында алып қарады. Категорияларды материалдық дүние һәм адамнан әресіз жасаушы абсолют идеяның рауажлану басқычлары сыпатында түсіндірді. Материалистік диалектикада категориялар адамның санасында объектив дүнияның қасиеттерін һәм байланыстарының сәулеленуі, ұлымаласуы һәм қайта ісленуі сыпатында алып қаралады. Гносеологиялық аспектте категориялардың гегельлік системасын білу процесі сыпатында алып қарауға болады. Білу құбылыстан тикарға қарай харекет етеді. Объекттің қарама-қарсылықты тәреплерін әсте ақырын, ізбе-ізбекті ашады. Оларды сөйлелендіруші жұп категориялар жәрдемінде сөйлелендіреді. Бұл харекет қалеген жеке білулік процесінде өзгеше көрініске ие болады. Бұған қосымша ол білудің ұлыма низамлылығын аңлатады, оның ұлыма бағдарын көрсетеді. Затлардың қасиетлерін білмейміз, олардың сапасын біле алмаймыз. Затлардың өлшемін де, олардың санлық һәм сапалық анықтылығы тикарында біле аламыз. Құбылыстардың тикарғы ұлымалықты, мазмұнды, зәрурлікті білу негізінде ашылады.
ya'ni құбылыстардың тикларын білуіміз үшін ұлымалығын, мазмұнын һәм оның зарарлығын білуіміз керек. Осы мәнде категориялар білу формалар һәм басқычлар сипатында түсініледі. Объектті білу оның